Тағы да қайырлы күн. Тағы бір видеоны түсіріп парақшама салып қоймақшымын. Алдыларыңызда черный принц деп аталатын қызанақтардың өсуі барысы. Былтыр көп адам черный принц деген сұрып жоқ па деп көп адам сұрады. Негізі біраз адам со черный принц дегенді өсіреді екен. Сондықтан өзіме де қызық болып, қалай екен деп биыл отырғызып көрдім. Әзірге осылай кешірек отырғыздым. Өйткені жылыжайда пеш жағылатындай мүмкіндік болмады. Сондықтан ауа райының өз бетінше жылуын тостым. Кешірек отырғыздым. Бірағында осы мамыр айының аяғына дейін, яғни сыртқа шығарғанша біраз жақсы өсіп қалады деп ойлаймын. Қазір бүгінгі күні сәуір айының 16-сы. Міне өсу барысы осындай. Міне мынау түптерінің күлгін, бұл фиолетовый дейміз ғой, сондай болып тұруы қызанақтардың негізі жаңағы ауаның кейбір кезде салқын болуы ғой. Міне ептеп фиолетовый болып күлгін тартып тұрады түптері. Жапырақтарда сөйтіп тұруы мүмкін. Міне қызанақтардан көрінеді. Міне ептеп жапырақтары күлгін тартып тұр. Астыда жаңағы не басқа түс жаңағындай фиолетовый күлгін тартып тұр. Ол ауа райы жаңағы салқындап алмасып тұрған кезде сондай болуы мүмкін. Онда тұрған ештеңе жоқ. Ол анау көшет өлейін деп тұрған сондай сөз емес. Керісінше шынығып жатыр деген сөз. Салқынға да ептеп шынығып сондай ауа алмасып тұрғандығының белгісі. Енді одан келетін керемет залал жоқ. Сондай неге менікі күлгін болып жатыр, түстері басқа болып жатыр деп уайымдамай ақ қойсаңыздар болады. Бірақ сүрмей енді. Ол салқынға шыдап тұр ғой. Бірақ әбден сүрмей ептеп жылыласаңыздар да болады. Ауа райының алмасуынан сондай шынығып жатқан жай күйі бар. Осындай міне мына жерге черный принц деп осы несін іліп қойдым. Атын. Негізі видеоға түсіріп өзімде белгілеп алғам. Қай жерде қай сұрып, неше ряд отырғызғанымды, мына жер барлығы бірдей. Сол черный принц. Енді бұны түсіріп тұрған себебім өзіме белгілеп алайын деп, және де осы черный принц қызанағының қалай өсетінін менімен бірге осы видеоларым арқылы жалпы өнімі өсіп, дәмін көріп дегендей қалай өсуін бақылап көрем десеңіздер, менің арнамнан алыстамаңыздар. Осы өсу барысын, осы кішкентай көшет кезінен өсу барысын бірге тамашалайтын боламыз. Назарларыңызға рахмет. Сау, сәлеметте болыңыздар.